Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бай жігіт пен қарапайым қыз туралы дорамалар әрқашанда қызықты, әрі ерекше хикаялармен өзіне баурайды. Осы тақырыпта топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-ші орында Кеспеші әдемі жігіттер дорамасы. Басты кейіпкер Чачису орта мектепте оқитын бай отбасынан шыққан оқушы. Ол елдегі тамақ өнеркәсібіндегі ең ірі конгломераттың жалғыз мұрагері. Ал Янынби сабырлы және ақкөңіл қыз, волейбол командасының бұрынғы мүшесі болған дене шынықтыру мұғалімі. Сонымен қатар әдемі жігіттер рамен дүкенін басқарады. 9-ші орында Күлбикеш және 4 рыцарь дорамасы. Басты кейіпкер Юн Хабон бала кезінде анасынан айырылған орта мектептің түлегі. Әкесі екінші рет үйленіп, Хабонды ұнатпайтын өгей шешесі мен өгей әпкесі пайда болады. Ол университетте оқуға ақша табу үшін көптеген қосымша жұмыстарды істейді. Кездейсоқ ол жас жігітті кездестіріп, ол оған өзінің сүйіктісі ретінде ақша табуды ұсынады. Нәтижесінде Хабон бағынбайтын немерелері бар бай қарт адамды кездестіреді. 8-ші орында Сунчонға ғашық болу дорамасы. Басты кейіпкер Минхоның әкесі ірі компанияның иесі болған. Ол қайтыс болғаннан кейін оның көкесі директор қызметін атқарады, ал бала қатыгездікпен өседі. Уақыт өте келе ауруы асқынған оған операция жасалып жаңа жүрек салынады. Жазылған Минхоның мінезі әдеті өзгеріп басқа адамға айналады. Ол Сунчонды кездестіріп, оған ерекше ғашық болады. Ал Сунчон ірі компанияның жоғары кәсіби хатшысы. 7-ші орында шоппингтің патшасы Луи дорамасы. 16 бөлімнен тұратын бұл дорамада қарапайым қыз үйсіз жігітті кездестіріп, барынша көмектесіп оған ғашық болады. Кандисон немесе Луи бай отбасына дүниеге келген, бірақ ата-анасынан ерте айырылған. Ұзақ уақыт бойы шетелде өмір сүрген Луи Кореяға оралады. Ол оқыс оқиғадан кейін есте сақтау қабілетін жоғалтады. Содан кейін ол ауылдың қызы Хубокшиді кездестіріп, оған ғашық болады. 6-ші орында елдің қошиысы дорамасы. Басты рөлді Ли Донук сомдайтын бұл дорама бай баланың қарапайым қызға ғашық болып, түрлі өмір сынақтарынан бірге өтетіндігін көрсетеді. Туристік компанияда істейтін Ли Юнже өзінің өмір сүруіне 6 ай қалған білген соң, жұмысынан шығып, әлемді аралап, барлық өз қалауларын орындайды. Ол Окинаваға демалуға келген кезде өзінің бұрынғы компаниясының жаңа директорын кездестіреді. 5-ші орында Күн иесі дорамасы. Хейган Сил бір кездері басқалардан еш айырмашылығы жоқ қарапайым қыз болған, бірақ бір күн ол апатқа ұшырап, бірнеше жыл бойы комада жатып, оянып, өлгендердің жанын көре алатынын біледі. Бір күні Гон Сил тағы бір тынымсыз жанның тапсырмасын орындауға мәжбүр болған кезде Чо Джу Бонды кездестіреді, ал ол тек пайданы ойлайтын патшалық сауда комплексінің иесі. 4-ші орында Керемет күш иесі До Бон Сун дорамасы. Комедия жанрында бұл дорама туылғаннан үлкен күшке ие До Бон Сун жайлы. Егер ол абай болмаса, қол тигізген нәрсені оңай сындырады. Бон Сун өзінің физикалық күшінің арқасында еркебай Ан Мин Хёктың оққағар ретінде жұмысқа орналасады. Ол видео ойындар шығаратын компанияның директоры. 3-ші орында Жұмбақпақ дорамасы. Басты рөлді Хён Бин сомдайтын бұл дорама тағдырлары танысудан бұрын байланысқан, өмірлері сиқырмен өзгерген адамдар туралы. Табысты кәсіпкер әрі тартымды Ким Джи Вон элиталық сауда орталығының мұрагері, ал Кил Райым қарапайым экшн каскадер актрисасы. Бірнеше кездесулерден кейін екеуінің жандары ауысып кетеді. 2-ші орында Мұрагерлер дорамасы. Басты рөлді Ли Минхо сомдайтын бұл дорама Кореядағы элита тобына жататын адамдардың мұрагерлері жайлы. Мұрагерлер драмасының басты кейіпкерлері элиталық мектептің оқушылары. Кимтан ақшта оқитын Импер Групптың мұрагері. Ол Кореядан үлкен әпкесін іздеуге келген Чва Ансанды кездестіріп, оған ғашық болады. Кореяға қайтып оралған олар бір үйде және бір мектепте қайта кездеседі. 1-ші орында әрине Жігіттің сабаздар дорамасы. Бұл дорама бай жігіт пен қарапайым қыз арасындағы махаббат хикаяларының ішіндегі нағыз фавориті десе де болады. Ким Чанди қарапайым отбасынан шыққан мектеп оқушысы, ал Го Чунпе болса бай отбасының мұрагері әрі 4 жігіттен тұратын F4-тің лидері. Екеуінің арасында бастапқыда бір-біріне деген отбасылық сезім болса, кейін махаббатқа ұласады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.